Бармысыздар, ардақты ағайын, бармысыздар, аса қадірменді отандастар. Мінекей бұл дүниеден еліміздің арқалы азаматтардың бірі, еліміздің игі жақсыларының бірі, дарынды, көрнекті, сәулетші, архитектор Бақытжан Құдайбергенұлы Әшірбаев өтті. Оны шымкенттіктер Шымкенттің аңызы деп айтатұғын. Бақыт ағамыз өзінің жұмысын баяғыда 1975 жылы қарапайым архитектор сәулетші болып бастаған Шымкент қаласында. Сосын 1981 жылы осы 26 жасар жас архитектор сәулетші сол кездегі атақты облыстың басшысы Асанбай Асқарұлы атамыздың көзіне түсті. Сол Асанбай Асқаров атамыз сеніп Бақыт ағамызды Шымкент қаласының бас сәулетші деп тағайындалған екен. Сол кезден бастап Шымкентіміз көркейді, қазіргі заманауи өзінің түріне келді. Қазіргі заманғы ғимараттар, ортадағы даңғылы, көшелер, дендропарк, зоопарк және де басқа да қазіргі заманауи көп қабатты үйлердің сызбалары осы Бақыт ағамыздың қаламынан шыққан болатын. Және де осы жақында қасиетті Түркістан қаласының 1500 жылдық мерейтойына орай бәкең осы көп нәрсені жасап, комиссияны басқарып, еңбегін сіңірген, сол үшін біздің мемлекеттен құрмет орденімен марапатталған болатын, және де мемлекеттік премия алған. Бәкең негізі дарынды болған, тек қана осы сәулет жағынан емес, ән шырқайтын еді, басқа да музыкалық аспаптарда ойнайтын тұғын. Өзі де кино, фото жақсы көретін тұғын. Кітаптар жазатын, өлең жазатын, мені жақсы көретін, інім деп мақтан тұтатын. Зейнеткер болса да бәкең осы Шымкентім деп үнемі уайымдайтын тұғын. Және де оның бірнеше дарынды, талантты шәкірттері болған. Мен оған келген кезде ол қуанатын еді, мені еркелетіп Армстронг дейтінді. Бақұл болыңыз, Бақыт аға, жатқан жеріңіз жанаттан болсын. Қарсы алыңыздар, Бақыт Ашырбаев. Бывает сложно нам порой поговорить о главном. Да что о главном? Порой простой бывает разговор нескладен. Себя заставить говорить родным и близким слова, способные оградить от бед и риска. От риска близость потерять и понимание, и, отдалившись, расплескать твое внимание, не создавая чистокол колючий провод, а просто избегать раскол для смуты повод, рождать желание обнять порою беспричинно и запах милого вдыхать, как аромат жасмина, пчелой мохнатою порхать, жужжанием отвлекая порывы ветра, что с тебя меня срывают. Как много жизней я прочел, чужие книги, как по ступенькам долго шел к вершинам пирамиды. Бақытжан Ашырбаев.